Әлемде құпия сырлар ашылмаған оқиғалар өте көп. Тіпті олардың кейбіреулері жасырын бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Бүгінгі көрсететін видеомызды ешкім түсіндіре алмайды. Алдымен видео басталмай тұрып, мына видеоға қараңыздар. Бұл видео автокөлік тұрағындағы бейнебақылау камерасына түсірілген болатын. Видеода ер адам өзінің көлігіне жақындайды және кенеттен қара түсті бір нәрсе бар жылдамдығымен ұшып өтеді. Ер адам шошып кетіп айналасына қарайды және не болғанын түсінбей біраз тұрады. Сол сәтте жанындағы көліктердің барлығында сигнал ойнай бастайды. Жалпы сіздер бұл видео туралы не ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен Ларс Митанка. Осыдан бірнеше жыл бұрын 28 жастағы Ларс Митанка Болгариядағы қонақүйлердің біріне демалады. Бір қызығы, Ларстың құлағы сәл естімейтін және дәрігерлер оған түнде қайтуын айтады. Сол күні Ларс анасына қоңырау шалады және не себепті екені белгісіз Ларстың несие картасы бұғатталып қалады. Келесі күні Ларсқа іздеу басталады. Ол соңғы рет әуежайда қашып жүргені бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Бір қызығы, оның не себепті қашып жүргені белгісіз. Және Ларс Митанка әлі күнге дейін табылмады. Лора Лукас есімді әйел достарын үйіне кешкі ас ішуге шақырады және барлығы үйіне қайтқан кезде Лора үйінде жалғыз қалады және ерте ұйықтап қалады. Бір қызығы, Лора жалғыз емес сияқты, өйткені оның жасырын бейнебақылау камерасына белгісіз әйел түсіп қалады. Бұл әйел Лора Лукастың ешқандай туысқаны да құрбысы да емес. Бұл әйел жай ғана ұрлықшы. Жай ғана ұрлықшы. Сөйтіп ұрлықшы әйел Лора Лукастың бағалы заттарын ұрлай бастайды. Ал Лора Лукас болса дым болмағандай талып ұйықтап жатады. Бір қызығы, ұрлықшы әйел ештеңеден қорықпайтын көрінеді. Тіпті оған кішкентай күшік үрсе де ол дым болмағандай ұрлығын жасай береді. Және ол аз болғандай батыл ұрлықшы Лораның көлігінің кілтін алып, оның көлігін де ұрлап кетеді. Лора оянғаннан кейін осы бейнежазбаны көргенде қатты таң қалды. Брайан Шафер американдық қарапайым студент. Ол бір күні өзінің демалысында барға баруға шешім қабылдайды. Бірақ бір қызығы, ол бардан кейін үйіне оралмаған. Полициялар оны дереу іздестіреді, бірақ ешқандай жерден таба алмайды. Ал бұл бейнебақылау камерада Брайандың соңғы сәті бейнеленген. Көпірдегі елес. 1912 жылы ақш-тың Колорадо штатындағы көпірде бір әйел түсініксіз жағдайда жоғалып кетеді. Бір қызығы, сол оқиғадан кейін апаттар жиі орын ала бастады және адамдар сол көпірден жиі секіре бастады. Ал бұл видеода сіз мотоциклистің камераға елес қыздың түсіріп алғанын көресіз. Видео шынайы көрінетін сияқты. Тіпті мотоциклист артына бұрылып қарады. Керек десеңіздер, сол жерге қайта айналып келіп те қарады. Бірақ ол жерде ешкім жоқ. Сонда бұл елес қыздың шын болғаны ғой. Тікелей эфир кезінде монтаж қолданылмайды. Ал бұл жарық жаңалықты түсіру кезінде ресейлік тілшінің артында пайда болған болатын. Жалпы мұның не екенін ешкім түсіндіре алмайды және бұл видео әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалды. Ал бұл видеоны бұрын сіздер ғаламтордан көрген боларсыздар. Ұшатын бала, тағы да Ресей. Менің ойымша, бұл баланы тылсым күш көтеріп алғандай көрінеді. Бірақ бір қызығы, бұл видео әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалады. Жалпы бұл адамдар кім? Олар мұнда не істеп жүр? Видеоны кім түсірді? Белгісіз.
Бұл жұмбақ видео 2012 жылы пайда болған болатын. Автордың айтуы бойынша оның үйінде елестер бар сияқты, және оның иттері бір нәрседен қорқатын көрінеді. You okay, girl? What's the matter? What's the matter, honey? Do you hear something? Are you okay? What is that? Әдетте адамдар бұндай видеоларды бірден жоққа шығарады. Бірақ бұл видео шынайы секілді. Өйткені мінекей достар, видеомыз да аяқталды. Егер видео ұнаса, әрине лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Және алдағы уақытта бұдан да қорқынышты видеолар шығатын болады. Сол себептен арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.